Қант диабеті дегеніміз инсулин секрециясының бұзылысымен немесе оның әсерінің төмендеуі нәтижесінде дамитын, қандағы глюкоза деңгейінің жоғарылауымен, яғни гипергликемиямен сипатталатын зат алмасу ауруларының тобы. Қант диабетінің негізінде 4 типі болады, бірақ жиі айтылатыны бірінші және екінші типтегілер. Бірінші типтегілер көбінесе 40 жасқа дейінгі жастар ауырады. Аутоиммундық және де идиопатиялық деген түрі бар. Бұл әдетте инсулиннің тапшылығынан, яғни ұйқы бездегі лангерганс аралшықтары болады. Сол жерде бета жасушалардың деструкциясынан туындайды. Екінші типтегілер олар инсулин бар ағзада, бірақ оған резистентті, яғни организм инсулинді қабылдамайды. Инсулин дегеніміз жалпы ол как организмдегі кілт сияқты да. Инсулин тіндермен байланысқан кезде ол жасушалар ашылады, содан соң глюкозалар тіндерге қарай енеді. Сондықтан да организмде мысалы бірінші типте инсулин жоқ, яғни қанда глюкоза тұр, иә. Екінші типте солай инсулин бар, бірақ резистентті, оған әсер етпейді болғанымен. Ал енді үшінші типті айтатын болсақ, басқа спецификалық типтері, олар мысалға ұйқы безінің эндокриндік бөлімдері бұзылыстарынан, эндокринопатиялар болғанда, инфекциялар, дәрі-дәрмектердің салдарынан немесе инсулин әсеріндегі генетикалық ақаулар болған кезде, мысалға айтатын болсақ, қандай дәрілер болуы мүмкін? Вакуор, пентамидин, никотин, диазоксид деген қышқылдар болатын болса, эндокринопатиялардан кәдімгі бізде исеко кушинг ауруы, одан стенокардиты диабет туындап отырады, яғни бізде глюкокортикоидты препараттар бар, солардың әсерінен көмірсу алмасу бұзылысына дамуы мүмкін, және акромегалия, одан бөлек дәрілердің әсерінен, одан бөлек бізде даун, кланфельдер, тернер деген сияқты генетикалық аурулар салдарынан және инфекциялардан, мысалға қызамық, коксаки, аденовирус, цитомегалия деген сияқты вирустардың ауыр асқынулары болатын болса туындауы мүмкін. Ал төртінші типі дегеніміз гестациялық диабет, көбінесе жүктілік кезде пайда болады, бірақ ол уақытша, яғни бала босанған соң қайтадан қалпына келеді. Ал енді клиникалық көріністерін және де бір-бірінен айырмашылықтарын айтып өтсек, бірінші типтегілерде көбіне 30-ға, 35-40-қа дейінгілер ауырсынады, және оларда қатты арықтап кетеді. Ал екінші типтегілер керісінше 40 жастан кейінгілер, үлкен кісілер ауырады, және оларда салмағының артуы, яғни семіздікпен сипатталады, және де артериялық қан қысымының жоғарылауы, яғни артериялық гипертензиямен сипатталады. Екеуіне ортақ нәрсе полидипсия, яғни шөлдей береді. Яғни оның механизмін айтатын болсақ, біз тамақты жеген кезде оның құрамында көмірсу болады, кез келген тамақта, иә. Яғни мысалы тәтті жедік, иә, сол кезде адам аузына түскен кезде көмірсу ыдырай бастайды, яғни нәруыз май дегендер асқазанға барып ыдырайтын болса, көмірсу ауыз қуысынан басталады. Яғни ол ыдырайтын нәрсесі жоқ, оны сіңдіретін нәрсесі жоқ. Демек адам шөлдей береді. Тәтті жегенде шөлдейді ғой, дәл солай адам шөлдей береді. Қанда глюкоза деңгейі тұра береді, тіндерге сіңбегендіктен глюкоза ағзаға суды тартады. Мысалға, кәдімгі бір қасық қантқа бір су тамшы тамызатын болсаңыз, өзіне сіңіріп алады ғой, дәл солай адам денесіндегі глюкоза тіндерге сіңбей жатқандықтан адамда шөлдей береді. Сәйкесінше ол көп су ішеді, полидипсия болып, одан соң полиурия деген бар, көп зәр шығарады. Яғни қаншақты көп су ішкен сайын, соншалықты зәр шығару арта береді. Сол үшін бүйрекке күш түскендіктен асқынулар ретінде бүйректің қызметін бұзылысы созылмалы бүйрек жеткіліксіздігіне әкелуі мүмкін. Сосын еңбек қабілетінің төмендеуі, себебі глюкоза энергияның көзі. Глюкоза ыдыраса энергия береді, бізге АТФ бөлінеді. Ол сәйкесінше ыдырамай жатқандықтан, тіндерге сіңбегендіктен адамда шаршағыштық, әлсіздік, еңбекке қабілеттілігінің төмендеуі басталады. Және оларда көру қабілетінің төмендеуі басталады. Енді асқынуларына келетін болсақ, нейропатия, яғни орталық нерв жүйесінің бұзылыстары басталады. Ретинопатия, көру қабілетінің бұзылысы жаңағы. Ангиопатия деген бар, соның микро және макроангиопатиялары, қан тамырларды зақымдауы, және де жаңағы айтып өткен бүйрек қызметінің бұзылысы нефропатияға алып келуі, және диабеттік табан деген бар, жиі кездесетін асқынуы, яғни аяқтары ысып, қызып жүреді да, сол жерлер мысалы аяқ киіммен бір нәрсемен қажалып зақымдалған кезде сол жерге қалпына келтіру мақсатында регенерация процесі жүреді ғой, бір жерді жырып алсақ, бір жерді жарақаттап алсақ, ол қалпына келеді, регенерация. Ал ол жерде қант диабеті кезінде адамдарда регенерация қабілеті төмендеп кетеді. Бір қажалып бір нәрсе тіліп алса, сол аймаққа қан көп келеді. Қанның құрамында глюкоза көп. Сол жерге инфекциялар түсетін болса, ол инфекциялар сол глюкозамен қоректенеді. Яғни олар ұзақ уақыт бойы жүре береді. Регенерация төмен, инфекция бар, сонымен ары қарай аяқтарының шіруі деген сияқты диабеттік табан
пайда болуы мүмкін. Диагностикасында анамнез жинау барысында өте маңызды сұрақтардың бірі сіздің отбасыңызда немесе туысқандардың арасында тұқым қуалаушылық ауру бар ма деген сұрақ. Себебі бұл тұқым қуалайтын ауруға жатады. Лабораториялық анализдерге қарайтын болсақ, жалпы қан анализі, зар анализі, биохимиялық анализдер және спептид анықталады. Зар анализ кезінде глюкозурия, яғни зәрге қанттың шығып кетуімен сипатталады, глюкозаның шығуымен. Ал спептид деңгейі бірінші типтегілерде төмендеп кететін болса, екінші типтегілерде жоғарылап кетеді. Биохимияда глюкоза деңгейі жоғарылауы, яғни гипергликемия болады. Яғни біз аш қарынға тексерген кезде, саусақтан алатын болса, яғни капиллярдан тексеретін болса, нормада 5-6-тан төмен болу керек. 3-3, 5-5 деп айтады да. Ал венадан алатын болса, ол 6-1-ден төмен болу керек. Ал қант диабетімен ауырған адамдарда аш қарынға тексерген кезде 6-1-ден жоғары болады. Ал венадан алып тексеретін болса, ода 7-ден жоғары болады. Ал тамақтанғаннан кейін тексеретін болсақ, 2 сағат өткеннен кейін оларда қалыптыда 7-8-ден төмен болатын болса, қант диабетімен ауыратын адамдарда 2 сағаттан кейін тексерсе де, кез келген уақыттан тексерсе де 11-1-ден жоғарылап кетеді. Яғни бізде қант диабетімен ауыратын адамдарда глюкометр деген аппарат болу керек, яғни өзінің глюкозасы деңгейін тексеріп жүреді. Одан бөлек инструменталды зерттеулерде ЭКГ, яғни жүректе ешқандай ақау жоқ па, жаңа айтқандай макро және микроангиопатиялар болатын болса, жүрекке де қызметін бұзылыстарына алып келеді. ЭКГ-да көбінесе жаңағы артерия қан қысымы жоғары болғандықтан сол жақ қарыншаның гипертрофиялары, ритмдердің бұзылыстары және қант диабетінің екінші типімен ауыратындарда оларда гипокалемиямен сипатталады, және экстрасистолиялармен ЭКГ-да көрсек болады. Бөлек біз эхокардиография, УЗИ сияқты зерттеулер жүргіземіз, және де УЗДГ деген бар, яғни аяқ қан тамырларын тексеру өте маңызды, жаңағы диабеттік табанның алдын алу мақсатында тексеру жүргізу керек. Енді еміне келетін болсақ, бірінші типтегілерге инсулин енгізу керек. Оның өзінің уақыттарымен, яғни қысқа әсер ететін, орташа әсер ететін, ұзақ әсер ететін деген сияқты болады. Және де екінші типтегілерде оларда инсулин бар, бірақ олардың инсулинге резистентті ғой, сондықтан біз тек қана қанттың деңгейін төмендететін препараттарды тағайындаймыз. Және оған артық салмақтан арылу керектігін және диета номер 9 ұсынылады, және де қай кезде қалай осы дәріні ішу керектігі туралы ақпараттар беру өте маңызды. Себебі бірінші типтегілерде оларда кетоцидоздық кома дамып кетуі мүмкін, яғни қанда глюкоза деңгейі өте жоғарылап кетеді. Инсулин дұрыс енгізбесе немесе инсулин жеткіліксіз болып қалған кезде осындай науқастың есінен тануы, кетоцидоздық комалар байқалады. Ал керісінше екінші типтегілерде шамадан тыс артық қолданатын болса, немесе бір нәрсе дұрыс болмайтын болса, жаңағы үйреткен нәрсесін дұрыс қолдана алмайтын болса препараттарды, онда оларда қатты төмендеп кетуі, яғни гипокалемиялық комаға дейін баруы мүмкін.